Сабағымызды жалғастырамыз. Тақтада 4 сурет берілген. Бірінші, екінші суретті бірінші топқа тапсырайық, келісеміз бе? Үшінші, төртінші суретті екінші топқа тапсырамыз. Бұл суретті көріп, автордың айтпақ болған ойын анықтаймыз, және мәтіннің түрін анықтаймыз, мәтіннің мақсатын анықтаймыз. Тақтаға шықпаса боламақ болады? Өзіна мұнда көргеніміз бойынша көргенімізді қағазда сағалатастық. Мына суретке мен туристті көрдім, қасында оның суы, мына суретке киіз үй, жылқы, жанды өзен ағып, яғни табиғат. Айтып кеткенде бұл жерде бізде флора мен фауна көрсетілген, табиғат пен және туристер болғандықтан біз ортақ тақырыбы экотуризм деп қойдық. Жақсы, тамаша. Рахмет көтіңіз келсін. Флора бұл өсімдіктер, фауна? Бұл суретте, үшінші суретте берілген туристер, жас ортасы туристері, және жануарлар кенгуру болып тұр. Төртінші суретте туристер берілген, бірақ олар тауға шығып, өзінің мақсатына жеткені үшін қуанып тұр. Жақсы, тамаша. Қандай түрде берілген? Мәтіннің түрі қандай? Сурет түрде берілген. Мақсат не деп ойлайсыңдар? Экотуризм. Табиғатқа қолданылады. Солай ма? Жақсы, рахмет отырыңдар. Олай болса, 4 суретке 4 сөйлем. Тез-тез сөйлемді айту мақсатына қарай хабарлау етті, бұйрықты және сұрау сөйлем тапсырамыз. Тез-тез кірсеңіз. Дәптерге жазамыз болады. Дәптерге жазамыз. Бірінші суретте бөлікті сөйлем тұрады. Оған суыр туристік істеп алмасын. Екінші сөйлемде біз хабарлау сөйлемді дайындадық. Киіз үйдің жанында өзен ағып жатыр. Жақсы отыра өтпейсіз. Біз үшінші суретке туралы сөйлем қараған боламыз, кенгуру адам өміріне қауіпті емес пе деген. Ал төртінші суретте бізде ретті сөйлем Алақайның тау шыңына жеттім. Жақсы. Төртінші лек болып тұр. Үшінші сөйлем қалай? Сұрау сөйлем. Қалай айтыңдар? Кенгуру адам өміріне қауіпті емес пе? Жақсы, тамаша. Келесі дайынсыздар ма? Ал бесінші сөйлем ғой. Мен бірінші суретке ақпараттың сөйлемім ол саяхат барысында турист адам өмірді көріп суретке түсіп алды. Жақсы, хабар сөйлем. Жақсы, тамаша. Келесі. Мен екінші суретке қарап нақты сөйлем көрдім. Нақты тез барып келіп. Бірізде? Жақсы, нақты тез барып келіп. Үшінші? Үшінші суретке сөйлем құрады. Яғни шіркін елінде кенгуруларды көргім келеді. Жақсы, шіркін сөзінен арқылы. Төртінші суретте сұрау сөйлем құрады. Ол қауышына шығу қауышты емес пе? Жақсы, сұрау сөйлем. Жақсы, тамаша. Олай болса, екі
bir bala жатырмыз. Мен қазір екі мәтін беремін сендерге. Екі мәтінді беремін. Сол мәтін бойынша тапсырмалар беріледі. Ал. Бірінші салдаймыз. Жағай табиғаты бойынша рейтинг берген. Бірінші орта Финляндия, Швеция, Бразилия, Канада, ақш, Норвегия, Испания. Қазақстан қай орында? Қазақстан 87-ші орында. Бұл жерде 167-ші орын емес, 168 ерекше қалалардың табиғи аумақтар. 26 республиканың маңызы бар табиғи ескерткіштер, 5 нысанның бүгін мұра мәртебесіне ие. 12 Сендерде осы мәтінді сөйлемдерге айналдыру, жақсы. Сендерде тұтас мәтін бар, тұтас мәтіннен негізгі ақпаратты анықтаймыз және детальді ақпарат, жақсы. Дәптерге түсіп түртіп алыңдар, келіп жерлерсің. Нақты әдемі сөйлейміз. Анжелика жасалması var. Сендер же дайынсыңдар ма? Қайда баламыз? Мен тапсырайық, тапсырмасын аяқтап. Негізгі және детальді ақпараттарды алыңдар. Дайынсыңдар ма? Жақсы. Олай болса, ал шыға ойындасын. Екі шоқ. Абына сендерге жақсы алып шоқ. Бізге бірінші мәтін берілді. Яғни мұнда Қазақстан Республикасының экологиясы туралы айтылған. Бұл жердегі негізгі ақпарат Қазақстан Республикасының ерекше қорғалатын табиғи аумақтарының жалпы ауданы 0,126 миллион километр квадрат. Және бұл экотуризмға жастарған елдерге қарағанда 10 есе көп болып табылады. Ал детальді ақпараттарға туристердің саны 2 миллион адамды құрайды. Бұл тек қана жылына есептелгенде. Және де детальді ақпаратқа тағы кететінім ақш-тағы туристер саны 200 миллион, ал Австралиядағы туристер саны 60 миллион. Ал Қазақстандағы туристер саны? 2 миллион. 2 миллионды жаз еткен. Жақсы отыра ойындар. Келесі, ал шау. Бізде Қазақстанда экотуризмді дамытуға әлеуеті көрсетілген. Жабайы табиғаты бойынша саяхаттау елдерінің рейтингі бірінші орындарында бізде Финляндия, Швеция, Бразилия, Канада, ақш, Норвегия, Испания, Германия, Польша. 98 бізде ерекше қорғалатын табиғи аумақтарымыз бар, 26 республикалық маңызы бар табиғи ескерткіштері, және де 23 облыстық маңызы бар табиғат ескерткіші, 5 ЮНЕСКО-ның бүкіләлемдік мұра мәртебесіне ие, және де 12 биосфералық резерваттар ЮНЕСКО құрамына кіреді. Және де біздің жабайы табиғаты бойынша саяхаттау елдерінің рейтингі Қазақстанның 87-ші орында тұр. Апайымдар атырақ қойсам бола ма? Бұрайға ма? Мына ақпараттың барлығы қандай дерек көздерінен алынған? Бұның барлығы 2019 жылғы Global Wildlife Travel Index деректері бойынша алынған. Олай болса, бәрімізге мұқият тыңдадық па? Яғни, мына топ сендердегі мәтінді, аралас мәтінді мұқият тыңдадық. Сендер мына жақтағы тұтас мәтінді тыңдадыңдар, жақсы. Екі топтың жұмысы талқыланды. Олай болса қазір мынадай тапсырма. Қаншалықты біз мұқият тыңдадық, талдадық, қазір мына тапсырма арқылы белгілі болады. Барлығымыз ортада дәптерге, немесе әрқайсымыз жеке дәптерге талқылап жазамыз. Мәтінде айтылған негізгі ойлар. Тура сол не бойынша. Автордың ойы
мәтіннің түрі, мақсаты, стилі.